Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз және қалай әсемдейтінін толықтай видеода көрсететін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Корж дайындауға керек ингредиенттер: 250 грамм ұн, 2 банка сгущенка, 2 ас қасық разрыхлитель, 90 грамм сары май, 4 жұмыртқа. Яғни алдымен разрыхлительді 250 грамм ұнға араластырып қоямыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаны салып аламыз. Үстінен 2 сгущенканы қосамыз. Сгущенканың сапалысын қоссаңыз, дәмдірек болып шығады. Миксерлеп аламыз. Үстінен 90 грамм май қосамыз. Жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Үстінен 250 грамм ұн қосамыз. Бірінші осылай араластырып аламыз да, сосын барып миксерлеп, жақсылап тұрып, яғни бір қоймалышын бір қалыпты болғанша араластырып аламыз. Осымен тестіміз дайын болды. Менде осылай болып шықты. Мен фольга қолданатын болам. Фольга қолданған өзіме ыңғайлы. Сіздер өздеріңізге ыңғайлысын қолдануларыңызға болады. Мен осылай белгілеп алам. Әр коржға осылай 3-4 қасықтан салдым. Осылай тегістеп жағып аламыз. Коржымыз тегіс болып шығу үшін. Менде барлығы 9 корж шықты. Піскеннен кейін осылай үстінен қойып, басып, осылай тегістеп алуымызға болады. Сосын осылай ажыратып аламыз. Коржымыз дайын. Енді тортқа крем дайындайтын боламыз. 300 грамм творожный сыр, 150 грамм секер немесе сахарный пудра және 500 мл сливки. Ең алдымен секер, творожный сырды салып, қасықпен аздап араластырып аламыз. Сосын үстінен 500 мл сливкиді құямыз. Құйып алғаннан кейін миксерлейміз. Әбден төменгі жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Қоюлығы, яғни тура видеодағыдай болу керек. Шамамен 7-8 минуттай уақыт миксерлейсіздер. Осылай миксермен көтергенде, яғни түспеу керек крем. Осымен креміміз дайын болды. Арнайы кондитерский подставка тортқа 1 қасық крем жағып аламыз, коржымыз қозғалмас үшін, және арнайы торт жинайтын ыдысымыз қойып алып, үстінен коржымызды қойып, осылай кремімізді тура видеодағыдай жағып, немесе шпатель арқылы да жағуға болады. Қалай ыңғайлы, солай жаға берулеріңізге болады. Бірінің үстіне осылай қоя береміз. Барлық корждардың арасына осылай кремді жағып шықтым. Енді осы торт жинайтынды алып тастап, жанындағы ашық жерлеріне қалған кремді дарды жағып тастаймын. Яғни холодильникке салып қойғанда корждардың арасына кремдер жақсы сіңіп тұратындай қылып. Сосын кері осылай ыдысты кигізіп қойып, холодильникке 1 түнге салып қойдым. Ыдысты кигізіп, үстінен салфанмен жауып қоямыз 1 түнге. Тортымыз 1 түн холодильникте тұрды. Міне енді шығарып алдық. Енді сыртына крем дайындайтын боламыз. 30 грамм сары май, 100 грамм сахарный пудра,
400 грамм творожный сыр араластыру арқылы сыртына арналған крем жасаймыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне креміміз дайын болды. Кремді арнайы кондитерский мешокқа салып алып, осылай айналасына айналдырып крем жағып алдым. Егер креміңіз сұйық болып кетіп жатса, холодильникке салып алып, қолданған ыңғайлырақ болады. Және де бөлме температурасы ыссы болмау керек. Тура видеодағыдай қылып, осылай тегістеп аламыз. Егер еріп кетіп шықпай жатқан жағдайда, арасында холодильникке салып қатырып алып, осылай тегістеп отырамыз. Қалған кремге осылай розовый краситель қосып араластырып алдым. Тағы бір мәрте тортымды түзеп алып, кремді кондитерский мешокқа салып, осылай айналдырып шықтым, жағып. Сосын холодильникке салып, аздап салқындатып алдым. Кремін қатырып. Сосын барып, осылай шпательмен айналдырып шықтым. Яғни тура видеоға қарау арқылы осылай етіп шығаруларыңызға болады. Егер ақ жеріне осындай розовый кремді жағып қалмаса, жайлап пышақпен алып түзеп жіберуге болады. Кремімізді жағып болдық. Арнайы заказ арқылы жасалған пряниктер және зефир, леденцы арқылы осылай тортты әсемдедім. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналымды қолдап, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира. Сау саламатта болыңыздар.